Аға, мына жерге отырыңыз. Рахмет. Қайда бара жатырмыз? Неменеге бара жатырмыз? Мен Астананы салуға бара жатырмын. Мына жерде қандай Астана салмақшысың? Қыста 40 градус аяз болса, жазда 40 градус аптап ыстық. Өзіміздің Астанамыз қандай? Табиғаты қандай керемет. Ауа райы жылы, тарихы бар. Өз қарасаң, таулардың өзіне көз тояды. Мына жақта айдала, дым жоқ, не табиғат жоқ. Жаңа мемлекетке жаңа Астана қажет. Алматыда биік үйлерді қалай саласың? Ал егерде жер сілкінісі болсашы? Менің объектінің биіктігі 97 метр. Таулы жерлерде мен оны сала алмаймын. Сонда мына саздың ортасына салайын деп отырсың ба? Өткенде әйелім айттым, көшеміз деп. Ойбайды салды. Бұлқан талқан ашуланды. Қайда барамыз? Не үшін барамыз? Ақыр аяқ өзі балаларымызды оқытатын мектептің өзі жеткізген ғой. Енді сол үшін бара жатыр ғой, салу үшін. Өзің ойлашы, осының бәрін салуға қанша уақыт керек? 50 жыл ма, 60 жыл ма, 100 жыл керек пе? Жалпы өзің сенесің бе? Кешіріңіз аға. Сіз неге сонша сенімсіздікпен қарайсыз? Біз әйгілі темір жол түрксібті салдық. Соны тау үстінде тұрған медиум мұз айдынында біз салдық. Осындай құрылыс әлемі басқа қай жерде бар аға? Олай болса неліктен біз жаңа қала сала алмаймыз? Мен онда балаларға білім беруге бара жатырмын. Ең бастысы жас мемлекетте жаңа заманауи елорда салып, неге тарихын жазбасқа? Ата-бабаларымыз айтады ғой аға. Біткен іске сыншы көп, піскен асқа не дейді? Жеуші көп. Жеуші көп. Мен әрқашанда болашақтың жақсы болатынына сенгем. Ал кезінде бірге келген жолаушылар жайлы әзір ештеңе білмеймін. Бірақ 97 метрлік биіктігі бар нысан басқа да зәулім үйлер арасында әлі де тұр.